Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге жасалу жолы оңай салқын көженің рецептісімен бөлісемін. Алдымен үлкендеу кастрюлемізді суға толтырып, қызып тұрған пешіміздің үстіне қойып қоямыз. Бізге керекті заттардың барлығын толық описание бөліміне жазып кететін боламын. Шұңғылдау ыдысымызға су толтырып, үстіне арпа жармасын, яғни перловкамызды салып, бірнеше қайтара жақсылап жуып шығамыз. Мен 3-4 рет жуып алдым. Суыңыз мөлдір болғанша жусаңыз, жақсы болады. Арпамызды жақсылап жуып алғаннан кейін су толы кастрюлемізге салып, 50 минуттай орташа отта пісіретін боламыз. Міне жармамыз пісіп қалды. Бетінде көпіршіктері болса алып тастасаңыздар болады. Және де жан-жағындағы артық осындай қалдықтардың барлығын майлықтың көмегімен алып тастадым. Міне арпамыз толық пісті. Дәміне қарай тұзын салып, бөлме температурасына дейін суытатын боламыз. Міне толық суыды. Енді үстіне айранымызды құямыз. Менің кастрюлем 3 литрлік, үстіне 1,5 немесе 1 литрлік айран құйсаңыздар болады. Енді үстіне ащы құртымызды салып жібердім. Бұны салу міндетті емес, бірақ салуға кеңес беремін, себебі көжемізге ерекше бір дәм береді. Міне біздің көжеміз дайын болды. Бұл қазақ халқының ұлттық сусындарының бірі. Жасалу жолы өте оңай, әрі қарапайым заттардан жасалады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.